Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін чизкейк Twix әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен печеньені блендердің көмегімен үгітеміз. Блендер болмаған жағдайда оқтаумен үгітуге болады. Енді үгітілген печеньенің үстіне ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте чизкейк пісіретін формамызға сары май қосылған печеньені салып, шет-шеттерін жақсылап нығыздаймыз. Нығыздалған соң формамызды холодильникке кемінде 30 минутқа қоямыз. Енді чизкейктің начинкасына кірісеміз. Ол үшін творожный сырге қант, жұмыртқа, сливкиді қосып, қол венчігімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Осы кезде миксермен араластырмаған жөн. Холодильниктен чизкейктің негізін алып шыққан соң, үстіне начинкасын саламыз. Шет-шеттерін жақсылап біркелкі етіп тегістейміз. Чизкейкті қызып тұрған пеште 130 градуста 1,5 сағат пісіреміз. Осы кезде пештің астыңғы бөлігіне суы бар ыдысты қойған дұрыс. Чизкейкіміз піскенше карамель әзірлейміз. Ол үшін қызып тұрған табаға қантымызды себеміз. Қантымыз әбден ерігенше араластырамыз. Кейін карамельдің үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді карамельдің үстіне ыстық сливки құйып, массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Духовкадан шыққан соң чизкейк кемінде 4-6 сағат холодильникте тұруы қажет. Уақыт өткен соң үстіне дайындалған карамелімізді құямыз. Тағы да холодильникке кемінде 1 сағатқа жібереміз. Уақыт өткенше шоколадный глазурь әзірлейміз. Ол үшін шоколадты су буында немесе микроволновкада ерітеміз. Кейін үстіне сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Уақыт өткен соң холодильниктен чизкейгімізді алып шығып, үстіне шоколадный глазурь құямыз. Шет-шеттерін тегістейміз. Шоколадты әбден тегістеген соң, тағы да холодильникке кемінде 30-40 минутқа жібереміз. Осымен біздің чизкейк Twix дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен міндетті түрде чизкейкті дайындауға кеңес беремін. Дәмі нағыз Twix конфеттеріне ұқсайды.